Кеш қысма. Анасым. Құлын шағым менің. Отақаным менің. Қызым, сенің өте әдемі, ұзын шаштарың бар. Осы шаштарыңа сен шашпа тағып үйренгің келе ма? Әрине анасым, оны бірақ қалай жасайды? Мен саған шашпауды көрсетейін. Шашпау біздің қазақ халқымыздың дәстүрлі әшекейлерінің бірі. Көрдің бе міне қандай? Ол қыздардың шашына әдемілік, әсемдік беру үшін тағылады. Қарамын. Шашпау алтын, күміс, асыл тастардан жасалады. Ол шашпауды бұрын әжелеріміз, аналарымыз өздерінің қыздарына өз қолдарымен жасаған. Көрдің бе қандай әдемі, салдыр-сылдыр етіп тұрады. Оның әр моншағы қызға деген тілекпен өрілген екен. Қызым, сен өзіңе өз шашпауыңды жасап үйренгің келе ма? Әрине анасым, үйренгім келеді. Онда мен саған қазір шашпауды қалай жасайтынын көрсетемін. Жақсы ма? Жүр кеттік. Міне қызым, мен саған дайындап қойдым. Анасым, шашпауы қандай түс болады? Қазақ халқында қызым, қызыл, көк және ақ түс ол ерекше мәнге ие. Қызыл қуат пен күштің белгісі, көрдің бе, қызыл түс. Ал көк түс аспанның белгісі. Ал ақ түсіміз бізде адалдықтың символына шығады. Мен саған міне бүгін жасайтын шашпауымызды қызыл түстен дайындап қойдым. Қызыл түс қыздың көзі қызылда дейді. Қызыл түс қыздарға жарасымды болып келеді. Көрдің бе? Қане екеуміз шашпауды жасауға кірісейік. Міне саған шашпаудың матасы, міне жіп. Және де саған міне кішкентай тиындар дайындап қойдым. Қане тиын бастайық. Қараймыз. Дұрыс. Енді басына кіргізіп жібереміз. Ұнап жатыр ма саған? Шашпауымыз әдемі болып келеді, иә? Міне осылай біз әшекейлейміз шашпауды. Кәнекей, келесі. Тиынға ал. Не көрдің ғой? Осылай біз шашпауымызды дайындаймыз. Көрдің бе қызым? Бұл шашпау сенің ең алғашқы жасаған өзіңнің бұйымың. Сен бұл шашпауды сақтап жүр, жақсы ма? Қазір сені шашыңа тақып беремін. Рахмет анасы. Мен шашпауды мен сақтап жүрмін.